Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана филиалы Қазақстан Республикасының 30 жылдық мерейтойына орай «Бір ел, бір кітап» акциясы аясында тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап атты көрмені ұсынады. Бұл көрме 5 жанрдан тұрады. Поэзия, проза, драматургия, балалар әдебиеті, аударма. Проза әдебиеттің көкжиегі. Проза бөліміне енген кітаптарды сіздермен таныстырамын. Тынымбай Нұрмағамбетов, «Періштелердің өлімі», Тобық Жармағамбетов, «Отамалы», Тұрысбек Саугетаев, «Желқайық», Сәуле Досжан, «Қасірет пен тағдыр», Юрий Серебрянский, «Дәмді де пайдалы қазақстандық әдебиет», Дәурен Қуат, «Бүрі соқпақ». Тынымбай Нұрмағамбетов, «Періштелердің өлімі», роман-хикаяттар. Алматы қаласы, Өлке баспасы, 2016 жылы шыққан, 352 беттен тұрады. Жазушы Тынымбай Нұрмағамбетовтың «Періштелердің өлімі» романы оқырман ойын сан-саққа жүгіртеді. Шығармада бүгінгі заман шындығындағы қарапайым адамның жан түршігерлік ауыр тағдырын көрсетумен бірге, сол талайлы кейіпкерлердің өмірге құштарлығына, болашаққа балалық пәк көңілмен риясыз сенетіндігіне тәнті болады. Жазушының бұл толымды еңбегі қазақ әдебиетінің шоқтығын биіктететін бітімі бөлек роман. Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған. Тобық Жармағамбетов, «Отамалы», әңгімелер мен хикаяттар. Алматы қаласы Раритет баспасынан 2002 жылы шыққан, 212 беттен тұрады. Ертеде қазақ таласын борандар мен аңызақтар, жұт пен қасқырлар, сосын аздаған қазақтар жайлайтын. Қазақтың даласы төбелерден тұратын. Әр төбенің баурайында тілін жалаңдатып жұт жортатын. Әр төбенің ар жағынан қамшыдай суырылып шығып боран шықынатын. Әр төбенің астында қасқыр жататын. Сол көп төбелерінің бірінің баурайында Отамалы деген қойшы өмір сүрген. Тобық Жармағамбетовтың халық аңызы негізінде туған Отамалы әңгімесінің басты кейіпкері Отамалы қойшы. Жазушы оның өмірі арқылы ата-бабалардың сонау бір өткен азалы тіршілігінің әлеуметтік сипатын ашуға көп мүмкіндік берген. Отамалы этнографиялық әңгіме. Халық календарындағы 5 қонақты халқымыз екінші сөзбен Отамалы деп атап, бейімдеп аңызға қосқан. Кітап жалпы оқырман қауымға арналған. Сәуле Досжан, «Қасірет пен тағдыр», Нұрсұлтан қаласы Фолиант баспасынан 2019 жылы шыққан, 360 беттен тұрады. Қазақстан жазушылар одағының және Қазақстан журналистер одағының мүшесі, қарымды қаламгер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ақын, жазушы Сәуле Досжан оқырман қауымға етене прозасымен таныс. Ал оқырманға ұсынылып отырған «Қасірет пен тағдыр» романы халқымыздың басына қайғы салған Семей полигоны мен одан келген зардап пен зауал жайлы. Полигон зардабын тартқан қасіретті ананың зарын, оған қарсы шыққан қайсар ананың өр рухын бейнелейді. Кітаптың электрондық нұсқасын Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапхана сайтынан оқи аласыздар. Поляк ұлтынан шыққан қазақстандық жазушы Юрий Серебрянский, «Дәмді де пайдалы қазақстандық әдебиет». Жазушы Юрий Серебрянскийдің «Дәмді де пайдалы қазақстандық әдебиет» атты жинағы 2020 жылы Алматы қаласынан шыққан, 258 беттен тұрады. Қазақстандық жазушы Юрий Серебрянский қордың 25 жылдығына орай «Дәмді де пайдалы қазақстандық әдебиет» жайлы кітап атты дүниесімен қуантты. Кітап кейіпкерлері Сорос Қазақстан қорының 1997 жылдан бері ұйымдастырған байқауларының қатысушылары. Олар өздерінің жеке мысалдарымен бөлісу арқылы отандық әдебиеттің соңғы жылдардағы бет пердесін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Кітаптың электрондық нұсқасын Казнеп.kz сайтынан оқи аласыздар. Дәурен Қуат, «Бүрі соқпақ», әңгімелер. Алматы қаласы Атамұра баспасынан 2018 жылы шыққан,
368 беттен тұрады. Жазушы Дәурен Қуаттың бұл әңгімелер жинағына бұрынғы Әл-Қисса атты тұңғыш кітабына енген шығармаларымен қатар кейінгі жылдары жазған жаңа туындылары да топтастырылған. Жинақтағы әңгімелердің тақырып аясы кең, айтар ойы астарлы. Шығармалардың көпшілігі туған жер тарихымен сабақтасады. Бөрісоқпақ атты жинағына енген шығармалары өмірдің сан түрлі құбылыстарын қара сөзбен кестелеген қаламгерлерінің жемісі. Әдепкіде тұсауын кескен айтыс өнері оның бойына сөз құдіретін дарытты. Ол көркем әдебиетке осындай үлкен дайындықпен келді. Кітап жалпы әдебиет сүйер қауымға арналған. Кітаптың электронды нұсқасын Казнеп.кз сайтынан оқи аласыздар. Тұрысбек Сәукетаев, Желқайық, роман. Алматы қаласы Ан-Арыс баспасынан 2019 жылы шыққан. 580 беттен тұрады. Жазушы Тұрысбек Сәукетаевтың Желқайық романы Ай қараңғы, Бұлағай романдарының жалғасы. Желқайық көп салалы күрделі роман. Кейіпкерлердің қым-қиғаш тағдыры арқылы автор өмірдің небір шытырман қалтарыстарына терең барлау жасап, бүгінгі қайшылыққа толы болмысымыздың шынайы бейнесін айшықтауға талпынған. Шығарманың тілі жүрдек, бояуы қанық, жазылу үлгісі автордың өзіне тән дара машығын айқындайды. Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған. Жезқазған қаласының жоғарғы медициналық колледжінің студенті мен Жанбаева Құндыз «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясы аясында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің мерейтойына арналған тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап акциясына кірген жазушы Тұрысбек Сәукетайдың Желқайық романын оқыдым. Бұл кітап Ай қараңғы, Бұлағай романдарының жалғасы. Мені романның жалпы құрылымы ерекше қызықтырды. Желқайық көп салалы күрделі роман. Сымбаты мен парасаты қыз бойжеткендер қызығып көз салатын Бақтияр деген жігіт әлде бір бай бағланның қызынан еріксіз айырылып, Зухра есімді жетім қызбен бас қосады. Бақтияр химик, зертханада жұмыс істейді. Бақтиярды ғылымға жетелеп жүрген Мүсілім Ахметов өте зиялы адам, білімдар кісі, профессор. Бір күні профессор ауыр соққыға жығылып, ес-түссіз жансақтау бөліміне түседі. Еңбектері қолды болады. Профессор әйелі Мүкәраманы туған ұлы Рашид буындырып өлтіреді. Профессор ауыр халде төсек тартып жатқанда Аманбаев ғылыми монография жазып атаққа бөлінеді. Оған Бақтияр мен Биназар көмектеседі. Романның соңында алаяқ Аманбаевты профессордың ақ мысығы талап өлтіреді. Ғалымға қиянат жасаған барон қабір басында атылып өлтіреді. Егер де сіздер осындай қызықты кітаптарды оқыларыңыз келсе, сіздерге кеңес беремін. Мұхтар Әуезов атындағы кітапханаға келіңіздер. Құрметті оқырмандар, тамаша үздік туындыларды бірге оқуға шақырамыз. Акция аясында ел болып оқитын кітаптар, үлкенді сыйлау, сөз тыңдау, ата дәстүрін құрметтеу сияқты дәстүрлерге мән беруге, рух, жан тазалығын, шынайы қасиеттерді сүйіп, толғанумен оқырман жүрегінде орын табады деген сенімдеміз. Егер де сізді қызықтыратын кітаптар болса, Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана филиалына келіңіздер. Біз сіздерді асыға күтеміз.